Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Алтын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен пеште тауық аяқтарын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге тауық аяқтары, тұз, қара бұрыш, майонез, томат пастасы, соя соусы керек. Ең алдымен тауықтарымызды жуып, тазалап алып, үлкен ыдысқа салып қоямыз. Енді кесеге бұрыш, тұз салып, соя соусын құйып, майонезді, томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Оны тауықтың үстіне құйып, қолымызбен жақсылап араластырып алып, тауығымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді пергамент қағазын төсеп, формамызға салып, пеште 180 градуста 50 минут пісіретін боламыз. Қараңыздар, тауық аяқтары өте әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кеттіңіздер.